Саламатсыздар ма, құрметтілерім, қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгін бір жақсы информациямен бөліскім келіп тұр. Өзімнің подписчиктеріме, клиенттеріме. Негізі байқап тұрсаңыздар, бұрын 40-тан асқан екен әйелдер қартайып кететін, бұрынғы әйелдер мен қазіргі әйелдердің разницасы бар. Тіпті мен өзімнен де байқаймын да, денемдегі кожаларым, бетімде клеткаларым бір басқаша болады да, болып жүр да. Содан ойлаймын да, қартаймаймыз ба депші. Негізі адам өзімен жұмыс істеген сайын, оның тіпті ішкі дүниесімен жұмыс істеген сайын сыртқы келбеті өзгере бастайды. Тіпті клиенттерім де айтып жатады, жаңағы менімен жұмыс істеп жұмыстарына шыққан кезде жаңағы басқаша болып кеткесін, өзгергесін деп. Тіпті онкологиямен ауыратын клиенттерімнің өзі врачтарына барғанда, сіз не істеп жүрсіз, басқашасыз, әдемі болып кетіпсіз, кімге барып жүрсіз, тәуіпке, молдаға барып жүрсіз ба деп сұрайды екен. Соң клиенттерім күліп айтады да, біздің организмімізде күнде 300 миллион клеток өліп, 300 миллион клеток жаңадан пайда болады. Негізі біздің клеткаларымыз күнде жаңарады. Бірақ біз таңертең тұрғанда настройымыз дұрыс болмайды, понимаете? Кешегі проблемаларымызды ойлап, кешегі жай күйімізге түсіп, қайтадан клеткаларымызды өлтіреміз. Негізі клеткалардың ешқандай, қалай айтсам екен, клеткаларда ешқандай таңдау жоқ. Сен қандай оған настрой бересің, солай олар өмір сүреді. Бұл дене, бұл біздің денеміз кәдімгі ағым, біздің денеміз кәдімгі өзен сияқты. Дене биология, яғни былай қарағанда, мен өзімнің клиенттеріме айтам, мынау кәдімгі жануар сияқты, ал біз санамызбен осы жануарды қай жаққа бұру, қалай бұру, ол біздің қолымызда деп. Бірақ бұның барлығын профессионалмен жақсылап денеңізді тазаламағанша қиынға соғады. Сондықтан көп адамның өмірі өзгермейді. Себебі мына жануарды басқару үшін бұны успокоить ету керек. Оның жолдары бар профессионалды түрде. 40 күнде тіпті біздің сүйектерімізге дейін жаңарады екен. Негізі менің грижа дейді ғой, грижам болғанда матыңды алып тастаймыз деген, бірақ мен ешкімге көнбестен, ол кезде қатты құдайтану білімім жоқ болса да құдайға сенетімін, көнбестен алдырмағам. Не дейді ғой, кастоправ дейді ғой, кастоправқа барып 1,5 сағатта, 1,5 жыл бойы қан тоқтамастан ауырған халімді 1,5 сағатта өзгерткен. Негізі біздің организміміз өзін емдейтін, өзін өзі жаңартатын механизм. Негізі бұл денедегі әрбір іс-қимыл өз бетімен болады, бірақ біз оны иемденіп аламыз. Мысалы, мен қазір сөйлеп отырсам, Айгүл сөйлеп отыр деп қабылдайсыздар, ал шын мәнінде бұның барлығы өз бетімен болып жатқан құбылыс. Осындай дүниелерді тереңнен түсіну үшін курсқа келіп жазылсаңыздар болады. Ерекше бәрібір күшті адам, ол білімі бар адам. Енді қараңыздар, біздің ішкі органдарымыз қалай жұмыс істейді. Мысалы, бауыр сағат 1 мен 3-тің арасында, олардың нағыз переработка болады, нағыз демалатын уақыты. Өкпелеріміз 3 пен 5-тің арасында, асқазанымыз 7 мен 9-тың арасында дайын болады. 7 мен 9-тың арасында таңғы. Негізі біздің өміріміз таңды қалай бастағанымызбен кешке қандай жай күйде, қандай ритуалдармен жатқанымызға байланысты. Негізі клеткалар өзін өзі тазалайды. Сол үшін, мына қазір оразаның уақыты ғой, барлығы оразаны Құдайдың разышылығы үшін, не болмаса жұмақтан орын береді деген бір дәмету, арам пиғыл жағынан Алла разы болсын деп, сондай бір арам пиғылмен оразаны ұстайды. Негізі ораза Аллаға вообще керек емес, ораза ол сізге керек. Негізі 12-16 сағат тамақ ішпеу бұл организмге өте пайдалы. Себебі ауыр тамақты жей берсек, тем более жататынның алдында, не 6-тан кейін, 7-тен кейін ауыр тамақтар жесек, бүкіл энергия сол тамақтарды қорытуға кетеді. 12-16 сағат егер тамақ жемесек, наоборот, ол біздің денемізге өте пайдалы. Не үшін? Себебі именно осы паузада клеткалар өздері тазалайды. Яғни денедегі мусорларды, қоқыстарды клеткалардың өздері жейді. Таңертең тұрғанда міндетті түрде қатты ауыр спортпен заниматься етпей-ақ, шамалы жүру, шамалы қимылдау, шамалы зарядка істеу, бұл өте пайдалы. Қазір неге екенін түсіндірем. Одан кейін таңертең тұрғанда суық душпен жылы душтың
контраст дейді ғой, сол өте пайдалы денсаулыққа. Қанды ерекше жүгіртеді бойда. Тағы бір айтайын деп жатқаным, біздің клеткаларымыз барлық информацияны есінде сақтап қалады. Әсіресе мына кішкентайымыздан әрбір клеткамызға сіңіп қалған неше түрлі негативті сезімдер бар, иә. Ол үшін жаңағы ата-ана жаман болу, жақсы болу, ол міндетті түрде оған байланысты емес. Тіпті бізді кішкентайымызда қорқытады, иә, мысалы арам оймен емес, ойнатып та қорқытуы мүмкін. Яғни кішкентай бала семьяда өмірде жақсылық болса да мен соған себепшімін деп ойлайды, жамандық болса да мен соған кінәлімін деп ойлайды. Баланың психологиясы сондай. Сондықтан мынау кішкентайымыздан әртүрлі эмоциялар тұрып қалған әрбір клеткаға кәдімгідей соған сіңіп кеткен. Ал енді қараңыздар, шын мәнінде ата-анадан жылулық алған, ата-анадан махаббат, көңіл, внимание, түсінік алған балалар негізі аз, иә. Шын мәнінде ол деген ата-ана жаман деген сөз емес. Бізді тәрбиелеген ата-аналарымыздың өзі дефицитте өмір сүрген да. Ата-ананың әрбір эмоциясы, ішіндегі әрбір вибрациясы балаға автоматты түрде беріле береді. Бұл кәдімгі клеткаларымызға соншалықты сіңіп қалған, айтамыз ғой, алкаштар деп айтамыз, наркомандар деп айтамыз, иә. Кәдімгі солар сияқты біздің клеткаларымыз зависимый болып қалған, понимаете? Сондай состоянияға, сондай жай-күйге, мынау әрбір клеткамызға олар тұрып қалған. Бұларды шығару үшін бір күн, 2 күн, 1 апта ол вообще әсер етпейді. Бұл жерде профессиональный жұмыс істеу керек адам өзімен. Өлдім дегенде 1 ай жұмыс істесе, әрине клиенттермен жұмыс істегенде 2-3 күнде результаттар болып жатыр да. Тіпті бірінші терапиядан кейін результаттары күшті да, бірақ тоқтамастан 1 ай бойы адам өзімен жұмыс істеу керек. Негізі ең күшті срок ол 40 не дейді да, ең күшті срок ол 40 күн. Сол 40 күннің арасында да неше түрлі результаттар болып жатыр. Соған қарамастан, результат болды деп тоқтатып қоймастан, адам арғарып, ең күштісі ол 3 ай жалғастыру керек. Сол кезде мынау клетка уже автоматты түрде жақсы өмірге, жақсы программаға программаланып кетеді. Тағы бір техника, күнде кешке дәптер ручканы алып, әрбір органдарыңызға хат жазсаңыздар болады. Себебі біздің әрбір жаман эмоциямыз кішкентай кезімізден алып жүрген, ол біздің жүрегімізге, өкпелерімізге, бауырымызға, селезенка, асқазан, бүйрек да. Мысалы біреудің бүйрегі ауырады, біреудің асқазаны ауырады, олар просто так емес. Мысалы мен өзім кішкентайымнан 2 бүйрегім ауыратын, кішкентайымнан асқазаным ауыратын. Қазір ойлаймын, қаншалықты бұл байланысты деп таңғаламын да. Сондықтан әрбір органдарыңыз ауыратын болса, олар просто так ауырмайды. Кез келген аурудың себебі бар. Ал енді врачқа барып, химикат ішіп, өздеріңізді дальше олаймын десеңіздер, ол сіздің қолыңызда, ол сіздің таңдауыңыз. Адамдардың қолында бірақ мүмкіншілік бар, ол таңдау. Не істеймін, не қыламын деген. Мысалы, бүйрек ол қорқынышты сақтап қалады, жүрек ол қандай да бір жоғалтуды, махаббатты жоғалтуды, көңілді жоғалтуды да, сондай жоғалтуды сақтап қалады. Ал асқазан ол реніш, асқазан ол ренішті сақтап қалады. Мынау 2 өкпе бұл жылап шығарылмай қалған көз жасы. 2 өкпе жылап шығарылмайған көз жасы. Өздеріңізде білесіздер, қаншама мысалдар бар да, мысалы бала жыласа, жылама деп, ол жылап жатқан баланы одан қатты жылама деп ұрсатын ата-аналар бар, иә. Ренжіген дұрыс емес, ашуланған дұрыс емес, жаман қыз болма, жаман бала болма, еркек адам жыламайды деп кішкентай балалардың неше түрлі эмоциясын ішіне тығып тастаған. Яғни жылағысы келсе жыламайды, ашуланғысы келсе ашуланбай, осындай эмоцияның бәрін тығып тастаған. Тағы бір өте біздің денсаулығымыздағы маңызды нәрсе, олар гормондар. Яғни кортизол сағат 5 пен 8-дің аралығында кортизол жоғары болады, иә, біздің ояту гормоны. Бірақ біз ұйықтан тұра салып, телефонды ашқанда, жаман информациялар тыңдағанда, біздің кортизолымыз слишком көтеріліп кетеді, слишком нормадан артық көтеріліп кетеді. Ал енді мелатонин деген гормон, ол ұйқы гормоны да, восстановление гормоны, яғни қайтадан қалыптасу, организм қалыптасатын гормон, ол сағат 11 мен түнгі 12-де өте жақсы істейді. Яғни сол кезде восстановление болады. Сондықтан қолдарыңыздан келгенше сағат 10-нан, тіпті болмаса 11-ден ұйықтауға жату керек. Бұл өте маңызды. Инсулин гормоны бар, иә. Инсулин гормоны, мысалы, слишком көп тамақ жейді адамдар. Часто жиі тамақ жейді да.
Бізде қазақтар ауыр тамақ жеп үйренген да. Ал шын мәнінде мынандай жақсы сөз бар: ауру аштан келмейді, астан келеді деген. Негізі ауырсаң аузыңды тый дейді ғой, ішің ауырса аузыңды тый дейді. Сол сияқты тамақты көп жегеннен тамақты аз жеген пайдалы. Өсу гормоны бар, иә. Бұл яғни әрбір тканіміздің, әрбір материалымыздың қалыптасуы. Ұйықтаған кездегі бірінші жарты ұйқы ол өте маңызды, яғни жатқан уақыттан ортасына дейінгі ұйқы өте маңызды денсаулығымызға. Тіпті менде сондай ситуациялар болады, сағат 9-да жатып, түнгі 3-те оп-оңай тұра аламын, прямо тып-тыныш басым. Өмірлеріңізді өзгерту үшін ұйқының маңыздылығы өте маңызды. Себебі біз мынау дене кәдімгі табиғатпен бірге оянып, табиғатпен бірге ұйықтаса, мына дене не істеуді біледі өзі. Негізі мына дене не керек екен, не істеу керек екен бәрін біледі. Бірақ біз бұл денені тыңдамаймыз, басымызда четко жазылған правиламен өмір сүреміз. Міндетті түрде таңертең тұрғанда 1 стакан, не болмаса 2 стакан лимонмен су ішкен өте пайдалы. Таңғы зарядка пайдалы. Не үшін? Потому что лимфатическая система деген бар, қанымызды жүгіртетін, яғни лимфатическая система өзінің насосы жоқ системаның. Жүректің өзінің насосы бар, ал лимфатическая системаның өзінің насосы жоқ. Сол үшін күнде таңертең тұрғанда жеңіл зарядка істеу ол өте маңызды. Өздеріңіз білесіздер, лимфатическая система бұл денедегі токсиндарды тазалайды, иә. Бірақ оған міндетті түрде таңертең тұрғанда жеңіл қимылдар керек. Бұл жерде ауыр спортпен заниматься еткен емес, жеңіл қимыл керек, зарядкалар керек. Не болмаса музыка қойып күнде таңертең билеуді әдет қылсаңыздар болады. Ескі клеткамен осылайынан іштей күресеміз, ал енді жаңа клеткаларды жаңа нәрсеге программалау үшін визуализацияның рөлі өте күшті. Не үшін? Аффирмация, визуализациялар адамдарда жұмыс істемейді, потому что ескі клеткалар тазармаған, ескі клеткалар шықпаған. Сол үшін көп мастерлер адамдарды алып жаңа нәрсеге программалай береді. Ол бесполезно. Суға барып, судан сусыз қайтқанмен бірдей. Сол үшін ең бірінші мен өте терең травмамен жұмыс істеймін. Не үшін? Потому что бірінші ескі клеткаларды шығарып тастау керек. Күнде кешке жатар алдында 5 минут, 10 минут уақытты бөліп дәптер ручкамен жұмыс істеу керек. Бүгін мен не сезіндім, бүгін мен нені жібердім, бүгін қандай жаңа ереже енгіздім, бүгін мен қандай жаңа шешім қабылдадым деген жазып жүру керек. Дәптер ручкамен жазғанның күші өте жоғары. Тағы бір өте маңызды нәрсе ризашылық айту. Біз ризашылықты жан-жақтағы әлемге, Құдайға, жан-жақтағы адамдарға, дүниелерімізге айтып үйренгенбіз. Бірақ ризашылықты, рахметті денелеріңізге айтып үйреніңіздер. Ішкі әрбір органдарыңызға айтып үйреніңіздер. Бірақ бұндай өзгеріске денеге бірден сразу нагрузка беруге болмайды, жайлап жұмыс істеу керек. Сол үшін де менің курсымда 1 ай, 1,5 ай жұмыс істейміз. Себебі бұндай өзгерістер аяқ астынан болатын өзгеріс емес, бұл биология. Кез келген өскінді, кез келген ростокты еккеннен кейін де ол сразу жеміс бермейді, сразу өспейді. Сол сияқты біздің мынау денемізде тірі организм. Және мен өзімнің курсымда өте көптеген практика техникалар беремін. Әрбір практиканы істегенде автоматты түрде істеуге болмайды. Әрбір техника, әрбір практиканы, әрбір естіп жатқан сөзді, әрбір істеп жатқан іс-қимылды сезіммен осы моментте істеу керек. Сонда ғана результат болады. Міне бүгінгі берейін деген информациям осындай. Ең қызығы, өте профессионально жұмыс істеген адам өзінің интуициясын оятады. Яғни өзіңіздің не қалайтыныңызды, қайда бару керек, қайда бармау керек, нені істеу керек, нені істемеу керек деген сияқты әртүрлі сізге денеңіз интуиция беретін болады. Барлық адам пәленшенің интуициясы бар, мынаның интуициясы бар деп айтады, бірақ интуиция кез келген адамда бар. Абсолютно кез келген адам өзінің интуициясын оята алады. Тек қана мынау сыртқы шудан, сыртқы программадан интуицияны ести алмайсыздар.